Мына жолашының башы. Бияқта машиналар тұрат, чек-чейіп, тап-таза болып, бензини жоқ деп. А менің машинамда, екі раненый. Шу қайтып болсын енді. Қиналышып жат-жатына кеп, кішінекей машинада. Жап-жаңы скорый, бұны жөнеле естелік алып келіп қойыштыр. Байке, міне кет өрелі. Я. Бияқта раненылар тұрат, сілер бензин жоқ деп тұрасыңар. Бұл не деген жұмыс? Бұл жерде скорый жарым саттан бері тұрам ғой, ешкеңерді аспайтасыңар. Не деген адамсыңар? Бетті қанжалап жатады, қаяқта қиналыпчы. Азырлы ешігін ашып отқан, мен азыр шығып кетсем, ешігін жауып қойды. Бұратта ешті атсаң, бұратта шығып тұрып. Мына бұл жер Тоғашының башы. Ондай жап-жаңы скорыйдың машиналар тұрат. Менің машинамда екі раненый. Бұлар бензин жоқ. Не іш чауып отасыңар, брат? Сілерден ондай сезім деген бар ма? Тәқті адамдар өлі отат қой. Кім жауып? Ешік азын өзі жауып қалды ғой, брат. Бәқтен не, сен кіммен слушат? Жана. Жана, қара. Бізде саншылың адамбыз. Камераны өчіп сөйлей албайм, брат, еш уақыттачы. Бияқта адамдар қиналып отат, страда айтады. Анда бар анда медиктер таптыр, не біз? Қана медиктер ошо, қана шықпай ол. Шықпай ошолар, қана. Не біз тартып отырмыз? Қана бұл жерде врач кім? Байке кішіне ұялбайсыңар, қақта бензин жоқты. Жоқ, бұл күтчөкті барабыз. Эже уялбайсың кішіне, эже сіздерде бір туғандарыңыз бар ма, эже? Не oldu? Бензин жоқты, ешті жауып қой, эже. Men жапқан жоқпын, өзі жауып кетті, мен кетіп қалдым ғой бияққа. Мен жапқан жоқпын, мен барған атауызды. Не олатасың, өзің сені паникова етеді. Мынай беті қан отты, жоқ қан тоқтап тұр уже, байке. Кет өрелі, байке. Бұларыңыз тұрбайды азырчы. Мына, бұларыңыз машиналар тұрат, бензин жоқ деп, ешігін тақылдатсақ, açпай ар нәрсені сөйлеп, оны сөйлеп отады. Мына біздің деңгейліміз, Қырғызстан. Баяғы эле қарапайым ел. Ассалаумалейкум барыңыздарға. Бүгін түнгі саат 1-де Тоғашыдан түшкенде Газпромға жетпей аябай катуу кырсык болгон. Болду, мен баратсам баратып көрдүм. 7-8 адам жабыркаган, бирөөсү каза болду, калганы оор акыбалда. Скорыйлар аябай кеч келди. Баягы эл нары чуркап, бери чуркап, анан ошол бир эже менен бир байкени мен салып беришке туура келди. Мен жалгыз кетип аткам. Анан Кара-Алтайга больницага алып бар деди. Кара-Алтайга больницага алып келип Тоғашыдан чыксам, эмнеден туннелден чыксам, скорый машина туруптур. Барсам, ичинде Тоғашыдан чыкканда ошол жердеги медпункттагы врачтар уктап жатышат. Барып такылдатып ойготуп, ушундай Кара-Алтайга жеткириш керек десем, бизде бензин жок деп айтышты да. Анан ошол бензин жок, биз эмне кылабыз деп, наоборот кайра беттен алып, мындай врач деген туруп, халатын кие калып, барып көрө калып, андай сезим жоктан аягымда жалдырып отуп калдырдым да. Анан кайра ошол өзүм алып түшкөнгө туура келди. Кыйналса дагы эптеп ушундай 5-6 саатта болсо да келдик да. Анан ошого окшогон врачтарды, анан ошентип бензин жок деген, бул деген аябай эле уят нерсе да. Биздин мамлекетте ошондой жап-жаңы ошондой скорый машиналарда бензин жок деп турушат да, уктап туруп алышыпчы. Бул деген эми аябай эле кайдыгер караганда бул жакта аябай эл кыйналып атат. Мисалы кырсыктан жабыркаган адамдарчы. Ошого окшогон адамдардын ошолор начальниктерин кошуп жумуштан кетирип, мындай ак иштеген, адал иштеген, адал ошондой адамдарды алып келип иштетиңиздерчи суранычы. Ушул мен видео киргизем, ошол жактан калганын толук көрсөңүздөр болот.